Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Plus 7 Workbook Unit 3 Was Where атты сабақтағы жаттығуын жасалу жолымен жауаптармен таныс боламыз. Page 29. 29 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Осымен сабағымызды бастаймыз. Және бүгінгі сабақ бізде to be етістігінің өткен шақтағы формасы was where'ға арналады. Екеуінің айырмашылығы қандай? Сол бойынша жаттығу ережемен таныс болып, жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 1. Complete the tables with was where or wasn't and weren't. Төмендегі берілген кестені was where немесе wasn't weren't сөздермен толықтыр дейді. Яғни бұл бізде негізі ереже. Түсіндірмес бұрын осы кестені мына сөздермен толықтырып алыңыз. Яғни мысалы 1, 2, 3 я әр сөзді өзінің тиісті орнына жазасыздар. Одан кейін енді бір түсіндіріп кетейін. Аффирматив дегеніміз болымды сөйлем. Егер де сіздің сөйлеміңіз жай болымды сөйлеміңіз I, he, she, it есім түрі басталатын болса, сіз жекеше түрде was етістігін қолданасыз. Ал енді сөйлеміңіз you, we, they есім түрі басталатын болса, сіз weren't, were етістігін қолданасыз. Next, negative. Болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз wasn't, weren't етістіктерін қолданамыз. Яғни I, he, she, it пен wasn't, you, we, they мен weren't қолданамыз. Енді ары қарай question, сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемнің білесіздер екі түрі болады, жай сұраулы сөйлем және де арнайы сұраулы сөйлем. Жай сұраулы сөйлем жасаған кезде, мысалы, біз was, where қолдана аламыз. Was Jamie late? Jamie кешікті ме? Егер иә дейтін болсақ, yes he was, жоқ болса no he wasn't. Ары қарай, енді мына жерде they тұрғандықтан біз where етістігін қолданамыз. Және де осы сұраулы сөйлемнің бір ерекшелігі, сұраулы сөйлем жасалған кезде to be етістігі, яғни was where есімдіктің алдына шығып кетеді. Were they happy? Олар қуанышты болды ма? Yes they were, no they weren't. Next, енді арнайы сұраулы сөйлем жасалған кезде бізге арнайы сұраулы сөздер көмекке келеді. Олар who, what, when, where деген. Who was upset last night? Кеше түнде кім кешікті? Francis was upset, yes? Next, what were their names? Олардың есімдері кім болды? Their names were Dan and Sal. Next, exercise 2, choose the correct words. Төмендегі берілген сөйлемдерде қарамай берілген сөздердің ішінен мағынасына сәйкес дұрыс етістік таңдауымыз керек. Бұл жерде бізде болымды сұраулы сөйлемнің барлығы берілген. For example, I was tired last night. Мен кеше түнде шаршадым. The man. Бұл жерде балалар man деп көпше түрде тұр, ер адамдар. The men were angry. Ер адамдар қатты ашулы болды. The second, the party wasn't fun. Кеш қызықты болмады. The third, was the film interesting? Фильм қызықты болды ма? No, it wasn't. Жоқ болмады. The fourth, where you born? Сен қайда туылдың? The fifth, were the girls nervous? Қыздар мазасыз болды ма? No, they weren't. Who was your favorite teacher? Сенің ең алғашқы сүйікті ұстазың кім болды? Деген сияқты арнайы сұраулы сөйлемдер. Next, exercise 3. Write sentences in the past. Яғни сіздерге жай осы шақта сөйлемдер берілген. Осы шақта тұрған сөйлемдер сіздер өткен шаққа айналдырып, to be етістігі, яғни to be етістігінің осы шақтағы формасы am, is, are, я? Сіздер білесіздер, осы am, is, аны сіздер was, where айналдырасыздар ғой. For example, Нұрлан is my best friend. Нұрлан менің ең жақын досым. Нұрлан was my best friend. Нұрлан менің ең жақын досым болған. Деген сияқты. The first, that film was really scary. Ана фильм шынымен қорқынышты болды. My baby brothers were naughty at that time.
менің жаңағы кішкентай інілерім ұйықтайтын кезде бұзық болады. Бұзық болды. The third. Was Әйгерім at school yesterday? Кеше Әйгерім мектепте болды ма? No, she wasn't. Жоқ болмады. I wasn't happy about moving house. Мен үйдің көшетініне қуанышты болмадым. The fifth. Who was the owner of that bike? Ана велосипедтің егесі кім болды? Were Әсел and Ivana friends? Әсел мен Ивана дос болды ма? Yes, they were. Иә, болды деген сияқты жауаптар. Next. The fourth. Order the words to make sentences and the questions with was and were. Төмендегі берілген сөйлемдерден болымды, болымсыз немесе сұрау сөйлем шығаруымыз керек, ретімен қойып. My grandparents were doctors. Менің ата-әжем дәрігерлер болған. The second. Michael wasn't at school yesterday. Кеше Майкл мектепте болмады. The third. Rosa was 14 on 1st of May. Роза 1 мамырда 14-ке толды. The fourth. Were you late for school? Сен мектепке кешіктің бе? They weren't very good at tennis. Олар теннисте жақсы болмады. The sixth. Was your sister? Yes. Were your sister? Was your sister a student at this school? Сенің сіңлің осы мектепте оқыды ма? Деген сияқты сөйлемдер шықты бізде. Next exercise 5. Your friend lost her bag and the shoes yesterday. Кеше сенің досың өзінің сөмкесін және туфлиларын жоғалтып алды. Look at the information about them. Төмендегі берілген мәліметтерге қара дейді, олар туралы. Use the prompts to make questions and short answers. Мына мысалдарға қарай отырып, сұрау сөйлем жасап, және де оған қысқа жауап беруіміз керек. For example, question about bag. Yes, was the bag green? Сумка жасыл болды ма? No, it wasn't. Себебі бізде мәліметтер red деп жазылып тұр. Were the shoes size 40? Туфли 40 размер болды ма? Yes, they were. Yeah, болды. Yes. Енді арғарай осы үлгіге қарай отырып сұрау сөйлем. The first. Was the bag new? Сумке жаңа болды ма? Yes, it was. The second. Was the bag old? Сумка ескі болды ма? No, it wasn't. The third. Were the shoes red? Туфлилар қызыл болды ма? No, they weren't. The fourth. Was the bag small? Сумка кішкентай болды ма? No, it wasn't. The fifth. Were the shoes green? Туфлилар жасыл болды ма? Yes, they were. Yeah. The sixth. Were the shoes new? Туфлилар жаңа болды ма? No, they weren't. Yes. Осымен біз 29 беттегі жаттығуын жасалу жолымен жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye.